Баршаларыңызға сәлем. Бүгін ірімшіктен жасалатын королевская ватрушканың рецебін ұсынамын. Өте жұмсақ, дәмді, сондай тойымды болып шығады. Енді жасалу жолын көрсетейін. Алдыменен қамырын жасап аламыз. Қамырын жасап алу үшін бізге ұн қажет. Қажетті ингредиенттерді астына жазып кетемін. Енді осы ұнымызға сары майымызды қосып, үгітіп аламыз. Қыздар, сары май міндетті түрде тоңазытқыштан шығарылған болу керек, яғни салқын сары май болу керек. Комнаталы температурадағы емес, салқын болу керек. Осылайынан крошкаға ертіп аламыз, үгітіп. Қолменен жақсылап тұрып үгітіп аламыз. Үгітіп болғаннан кейін осы жаңағы біздің жасалған және крошкамызға қантымызды қосатын боламыз. Жақсылап тұрып үгітіп, енді осыған қантымызды қосамыз. Шымшым сода қосамыз, азғантай ғана. Мен қасықтың ұшымен ғана қостым, азғантай. Және де жарты қасық тұз қосамыз. Тағы да қолымызбен үгітіп алып, жақсылап тұрып үгітіп аламыз. Яғни ірі түйіршіктері болмауы тиіс. Крошка болу керек кәдімгідей. Енді осыны әзірге тоңазытқышқа қойып қоямыз. Начинканы жасағанша, яғни майымыз еркетпеу үшін тоңазытқышқа қойып қоямыз. Енді начинкамыз жасаймыз. Ол үшін мен ірімшікті алдым. Менде үйдің ірімшігі. Жұмыртқаларымызды жарып аламыз. Жұмыртқалар менде кішкентай болғандықтан мен 4 данасын қолдандым. Егер де сіздердің қолданып жатқан жұмыртқаларыңыз үлкен болатын болса, онда 3 жеткілікті. Енді осыған қантымызды қосамыз. Және ванильді қантымызды қосамыз. Міндетті түрде кілегей немесе қаймақ қолдануға болады. Менде кілегей, яғни сливки болды, мен жаңағы сливки қолдандым. Кілегейдің орнына жаңағы қаймақ қолдануға болады. Кілегейдің проценті жаңағы 33-тен жоғары болу тиіс. Кілегей қолдансаңыздар, онда дәмі чизкейкке ұқсап кетеді, сонда жұмсақ болады. Немесе қаймақ қолдануға болады. Жалпы айырмашылығы қатты емес. Енді осылай үгітіп аламыз. Блендер болса, блендермен үгітуге болады. Немесе осындай жаңағы құралменен үгітіп, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Біздің жаңағы массамыз бір келкі болуы керек. Енді алдыменен духовкамызды 180 градусқа қыздырып қоямыз. Кейін бағанағы тоңазытқышта тұрған қамырымызды көп бөлігін, яғни жартысынан көп бөлігін осы формамызға салып аламыз. Осылай қолмен жақсылап тұрып формамызға жазып, үстін ақырын басыңқырап, шеттеріне бортики жасауға болады. Барлығын осылай қолмен жасайсыздар. Қазір енді сіздердің жаңағы тоңазытқышта тұрғаннан кейін қамыр салқын болып тұр. Тез-тез, яғни майымыз еріп кетпегенге дейін тез-тез жасау керек. Кейін осы қамырымыздың үстіне бағанағы салмамызды құямыз. Салманың үстіне қалған қамырды себелейміз. Жалпы жасалуы өте оңай, бірақ дәмді, өте тәтті болып шығады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Енді міне жаңағы біздің салмамызды құямыз. Салмамызды құйып, күрекшеменен жаңағы былайынан жазып аламыз, жақсылап тұрып. Менде қолдың ірімшігіменен қолдың жұмыртқасы болғандықтан түсі жағынан кішкене сарғыш болып шықты. Енді осының үстіне бағанағы жаңағы қалған қамырымызды себелеп шығамыз. Көп көңілді жаңағы шеттеріне бөліңіздер. Шеттеріне қарай кішкене көбіректеу себу керек. Сонда формасын өте жақсы ұстайтын болады. Себелеп, кішкене жаңағы күрекшеменен үстін басыңқырап жіберуге болады, бірақ қатты баспаңыздар.
астындағы жаңағы ірімшікті масса үстіне шығып кетпеу үшін жай ғана ақырын ғана ұшыменен басыңқырап жіберулеріңізге болады, әсіресе шеткі жақтарын. Енді осы дайын пирогымызды духовкаға қоямыз. Енді әркімнің духовкасы әртүрлі. Мен жаңағы 180 градуста 50 минутқа қойдым. Жалпы 50 минуттың ішінде ол менде керемет болып пісті. Міне қыздар, мен бірден формадан шығарған жоқпын. Мен шамамен піскеннен кейін шамамен 1 сағаттан кейін бірақ аштым формемді. Шетін жаңағы форманың шетінен алдым. Міндетті түрде суыту керек пирогымызды, сонда ол өзінің формасын жақсы ұстайтын, ірімшігі суып өте керемет болады. Жалпы жасалуы өте оңай қыздар. Отбасыларыңызды қуантыңыздар, дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған мен Райхан.